Ассалаумағалейкумдер. Бұл Түркістан облысы Сарыағаш ауданы. Сарыағаш ауданында мынау Керемет деген строительный магазин, дүкеніміз. Мен айтайын дегенім мынау Керемет магазиннің кереметтігін айтайын дегенім. Біз мына бірінші топ мүгедектеріміз ғой, енді онша-мұнша магазинге келеміз, өзіміз зат таңдауымыз керек, алуымыз керек, үйге еркек болған екен үйдің. Солай келеміз енді. Бұл жерде бір риза болып жатқаным, инвалидский пандус істеп қойғанда, мынау әзір мына жерде заттардан көрінбей тұр. Заттың арқасына айланып өтсең, мына жерде пандус бар. Ішке кіріп, таңдауыңды таңдап ала бересің да берді. Кейін оның үстіне айтайын дегенім енді бір Ардақ деген осы жерде бір қыз істейді енді. Осы жердің хозяинның қызы ма, или болмасам осы жерде сатушы ма. Енді ана Ардақ деген қыз бір еркектердің істемеген тірлігін істейді да, молодец қыз да. Келеміз өмірі, осы Ардақ деген қыздың телефон нөмірін алам, келген кезде бірдеңе қажет болса, машинадан түспей алатын нәрсем болса, звондап айтасың, алып береді да. Адамның бұл жақсылық қасиеті жаңағы ер көкіректік емес та. Басқа жерге барсаң, жаңағыдай кісілігін көрсетіп, кейін коляскамен кеп тұрған екен, бұл мүгедектер коляскамен неғып жүр дегендей біреулер ойлайды, айтады, комментарийларға да жазып жатыр. Жоқ, бұл қызда бұндай жоқ та. Өте ақылды, парасатты, керемет қыз екен. Оны өсіріп өндірген ата-анасына да рахмет. Келеміз постоянно. Әзір строительныйға келетін болсақ, тек қана осы жерді іздейтін болдық, Кереметке келеміз. Кереметтен көреміз. 2-3 рет Теміртауға да барып көрдік. Теміртауға барсаң, қарағысы келмейді да, мүгедектер не алып жүр дегендей. Алла разы болсын. Енді кімде болса біреудің істеп жатқан саудасына, істеп жатқан несіне балта шауғын келмейді ғой, просто көкіректіктер сәл адамның көңіліне бататын нәрселерді айтып қояды да, кейбір жерлерге барсаң. Жоқ, мына жерде ондай ешқандай жағдай жоқ. Молодец бұл Ардақ қарындасымыз, Алла разы болсын.